Selim dostlar, бұл Думан Ерханат. I would have been blacked out on your ass. God. Good morning everyone. Қалайсыздар? Бұл Думан Ерханат, кәсіби трейдер және инвестор. Видеоны бастамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен онда инвестиция трейдинг саласының барлық лайфхактармен, жаңалықтармен күнделікті бөлісемін. Генри Форд, әлемге танымал инженер және Ford компаниясының негізін қалаушысы. Ал әйгілі Ford Mustang көлігі әр адамның арманы. Әр адамның, бірақ қазақтардікі емес. American Dream 1 миллион жасау болса, қазақ Dream Camry сатып алу. Бүгінгі видеода өзіңіз түсінгендей біз қазақша инвестицияны талқылайтын боламыз. Олар автокөлік сатып алу және үй сатып алу. Қаншалықты бұл инвестиция түрлері орынды? Қазақша инвестиция басқа инвестициядан айырмашылық неде? Әрине біз ең басты инвестициядан бастап талқылайық. Ол Camry. Неліктен қазақ халқының бұл автокөлікке деген сезімі ерекше? Және де ең бастысы Camry автокөлігінің неге жылдан жылға өсу факторларын анықтайтын боламыз. Бірінші фактор ол бұзыла қоятын автокөлік емес. Яғни сатып алғаннан кейін ақшаны талап етпейді. Тек негізгі техникалық байқаудан өтсеңіз болды. Отырдың, кеттің. Екіншіден сұраныс. Бұл фактор бірінші фактордан туындайды. Кез келген адам бұл автокөлікті сатып алған кезде оның кепілінде күмәнданбайды. Яғни no doubts. Яғни кез келген адам осындай автокөлікті алғысы келеді. Осыған орай сұраныс әрине өседі. Ал сұранысы жоғары кез келген зат болсан, қызмет немесе акция бағасында жоғары болады. Келесі фактор ол статус. Бәрімізге белгілі Camry'дің халық бренді деген статусы бар. Бұл тіпті әлемнің түкпір-түкпірінде белгілі факт. Жартысынан көп сатылым техникалық тұрғыға байланысты емес, халық көлігіне болуына байланысты деп айтсақ өтірік болмас. Ал енді мен өз пікірімді инвестор ретінде айтсам. Camry автокөлігінің неге жылдан жылға өсуін түсіндіретін болсам, мен білмеймін. Аталып шыққан факторлерге қарамастан, логикалық және нарықтық тұрғыдан қарасақ, Camry'дің бағасы төмендеу керек. Ал бұл керісінше өсуде. Тіпті инфляциямен қоса есептесек те бағасы жоғары болып. Неге десеңіз, оған нақты жауап жоқ. Менің пікірімше, Camry'дің бағасының өсуі сатып алушының психологиялық портретіне тікелей байланысты. Қаншалықты қымбатқа сатып алады, соншалықты қымбат бағамен саталады. Өзіңіз де таныстарыңыздан естіген боларсыздар. Не болмаса үстіне миллион қосып сатып жібере салам дегенді. Әрине, логикаға бағынбайтын кез келген инвестиция риск болып есептеледі. Бірақ қазіргі таңда Camry ең рискісі төмен инвестиция болып келеді. Дәл осыны мен американдық достарым айтатын болсам, барлығы қалжың ретінде қабылдайды. Яғни олар үшін ол blow mind. Бұл экономикалық заңдылыққа қарама-қарсы келетін болғандықтан рискісі өлшеу мүмкін емес. Сондықтан сізге бұны бірнеше рет ойлап жасау керек инвестиция жасардың алдында. You have to think about it. Неге деген сұраққа сіз өз пікіріңізді жазып кетіңіз. Бұл заңдылыққа бағынбайтын жағдайға байланысты. Сіздің вариантыңыз қандай? Және де осы брендқа өз көз қарасыңызды мен де білгім келеді, бізбен бөлісе отырыңыздар. Ал енді не болмаса үстіне миллион қосып сатып жібере салам деген сөз. Тіркесінен кейін ең танымал пікір. Ол үй сатып алып, квартираны кіргізіп алам деген әйгілі бизнес пен инвестицияны талқылап кетейік. Біздің халық үй сатып алған кезде пайда көрудің екі негізгі көзін қарастырады. Олар жалға беру және қайта сату. Мысалы, менің бір досым 80 миллиондық пәтер үйін 400 мың теңгемен арендаға береді екен. Біз әңгіме ортасында бұны кішкене есеп-қисапқа салып көрдік. Мен сіздерге қазір бөлісуге тырысайын. Егер сіз 400 мыңмен 12 ай бойы арендаға бердім дегеннің өзінде, сіз 80 миллионды сіз бөлесіз 400 мыңға. Ол жағдайда сізге 200
ай көрсетіп тұр. Сіз 200 ай бойы арендаға беру арқылы соның инвестор жасаған ақшаңызды шығарып алады екенсіз. Ал бұны біз егер 12-ге бөлетін болсақ, бізге 16-16, яғни 16-17 жылдың ортасында біз сол ақшамызды біз сол арендамен шығарып алады екенбіз. Бұл жерде әрине біз 2 жылда бір рет жасалатын ремонтты есептеген жоқпыз. Оның сыртында басқалай көптеген рискі бар екенін біз есептемей тұрмыз. Ал біз инвестициямыз бізге ай сайын қанша процент кіргізіп жатыр дегенді біз есептеп көрейік. Мен 80 миллион ақшамен үй сатып алдым деп ойлайық. Ол жағдайда сізге 400 мың теңгемен сіз 12 айды егер көбейтетін болсаңыз, сізге 4,8 миллион аренда арқылы бір жылда ақша кіреді екен. Осы 4,8 миллион ақша 80 мыңның неше проценті деп есептейтін болсаңыз, сіз оны 100-бен көбейтіп және 80 миллионға бөлесіз. Ол жағдайда сізге 6 деп шығып тұр. Яғни сізге жасаған инвестицияңызға тек арендадан ешқандай риск жоқ деп есептегеннің өзінде жылына 6% сізге кіргізеді екен. Енді қараңыз. Тек қана сіз банкке депозит салғанның өзінде сізге келетін ақшасы проценті жылына 8-ден 9%. Бұл жерде сіз ақшаңызды пәтер үйге салып жатсыз, сіз ремонт есептеп жатқан жоқсыз, бірақ сізге жылына кіргізіп жатқан ақшасы тек қана 6%. Оның сыртында біз 16 жылда, 17 жылда біз барлық жаңағы стайлдар, мода деп айтамыз, трендтан кетіп қалуы әбден мүмкін, және де біз басқалай табиғи рискларды есептемегеннің өзінде бізге осыншама риск кіріп жатыр. Біз көп жағдайда жасайтын қателіктеріміз бұны есеп-қисапқа салмайды екенбіз. Ал енді біз банкіден қарыз алып сол ақшаменен біз инвестиция жасаған жағдайда, көп жағдайда біз есеп-қисабын осылай жасамайтын қателіктен болып дұрыс инвестициялар жасалынбайды екен. Егер сізге шынымен де пәтер үйге ақшаңыз салу керек болса, немесе соны жасаңыз керек болса, мен сізге ең дұрыс инвестицияны айтқым келеді. Арзан пәтер үйге салыңыз, ол сізге тез сатылып кету жағынан біріншіден пайдалы. Екіншіден, арзан пәтер үйлердің арендаға беру несі жақсы инвестиция кіргізеді екен. Соны ұмытпаңыз. Осы мысал бізге көрсетіп отырғандай, үйді сатып алып, кері сату рискісі өте жоғары инвестиция болып есептеледі. Себебі кез келген сәтте бағалары өсіп немесе түсіп кетуі мүмкін. Ал жалға беру үлкен еңбекпен уақытты талап етеді. Ал енді біз машинаға, яғни Camryға инвестиция жасау, пәтер үйді арендаға беру немесе пәтер үйді сатып алу айырмашылықтары, рискілері, кіретін кірісі қанша екенін есептедік. Егер мен осы ақшаны кез келген барлығымыз білетін ірі компаниялардың, қоғамдық компаниялардың акциясына салатын болсам, қанша ақша кіретінін бір салыстырмалы түрде көрейік. Мысалы, статистика бойынша барлығымыздың білетін Tesla машинасы Elon Musk'ның. Соның акциясына біз 2021-де салған болсақ, бізге кіргізген кірісі 740%-тан жоғары болған бір жылда. Енді бұл үнемі қайталана беретін жағдай емес болса да, осыншама кіріс кіргізіп жатқан үлкен компаниялар өте көп. Америка биржа қорының негізгі 500 компаниясы, S&P 500 деп айтамыз. Бұның жобамен орташа кіргізіп жатқан кірісінің өзі орташасымен 15-18% жылдық кірісі. Бірақ рискісі өте аз. Қосымша доллармен кірісіп жатқан кіріс екенін ұмытпаңыз. Доллар үнемі инфляцияны жеңіп, сізге қосымша кіріс кіргізіп отыр. Қорытындылай кететін болсақ, менің сізге кеңесім рискісі төмен компанияларға инвестор болуға шақырамын. Әрине, сіз көзге көрінбейтін, қолға ұсталмайтын затқа сатып алуды, инвестиция жасаудан қорқатын боларсыз. Бірақ дәстүрлі инвестицияға қарағанда жаңа инвестиция түрлері әлде қайда тиімдірек. Ал инвестицияны қалай бастау керегін мен алдыңғы видеоларда айтқан болатынмын. Көрмесеңіздер, төмендегі ссылканы басып көрсеңіздер болады. Келесі видеоларда мен басқа да инвестиция түрлерін және олардың рискілерін қалай есептеу керегін түсіндіретін боламын. Сол үшін каналға жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Ал сіздермен болған Думан Ерқанат. Келесі видеода кездескенше. Peace.